Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Қош келдің бауырым. Денсаулық жақсы? Шүкір. Қош келдіңіз. Денсаулық жақсы ма? Бір сұрақтарым бар еді қоятын сізге. Жүру сонда. Бөлмеге барайық. Ұстаз, сұрағым бар сізге. Мұсылман үшін жихадтың қаншалықты маңызы бар? Ал Нұрсұлтан бауырым, сен өзекті сұрақты қойып отырсың. Мұсылман үшін әрбір күні жихад. Таңертең ұйқыдан оянғаннан бастап күндізгі тіршілігіміз кеш батқанша аралықтағы уақытымыздың баршасы біздің жихад іспеттесі. Яғни өзіміздің бойымызды билеген әртүрлі нәпсі құмарлықтар, жаман ойдан, жаман сөзден, жаман іс-әрекеттің баршасынан тыйылу бұл жихадтың ең үлкені. Сондықтан бүгінгі таңда біздің жастарымыз осы жихад деген ұғымды басқаша, оны бір соғыс майдан деп есептейді. Ал шын мәнінде мұсылман үшін әрбір күні өзін тәрбиелеуде, өзін басқаруда, өзінің ойын, сөзін, іс-әрекетін басқаруының барлығын бұл жихад деп айтсақ дұрыс болады. Менің осы күнге дейін мазалап жүрген сұрағыма өте жақсы жауап алдым деген ойдамын. Нұрсұлтан бауырым, халқымыз дін ұстай алсаң қасиетін, ұстай алмасаң қасірет деп қалай дөп айтқан. Бүгінгі таңда көпшілік адамдар ақпаратты әлеуметтік желіден ақпарат алады. Ал ондағы ақпараттардың көпшілігі шекі толық түсіндірілмеген. Ал дін ол имамға келіп, білікті ұстаздарға келіп, өзінің мазалаған сұрақтарына өзінің жауабын алуы тиіс. Сондықтан Нұрсұлтан, қандай сұрақтарың болса, мешіт имамдарына біздерге келуіңе болады. Есік ашық. Аман жүр. Рахмет.